Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілін бастаймыз. Сабақтың тақырыбы зат есім. Сабақтың мақсаты зат есімнің тәуелдік жалғауларын, олардың түбірге жалғану ерекшеліктерін біліп, мәтіннің қатесін тауып түзетесің. Балалар, алдыңғы сабақты қайталайық. Зат есім. Кім? Әже, кімдер? Балалар. Не? Ағаш, нелер? Кітаптар. Сонымен зат есімдер жекеше, көпше түрде айтылады екен. Заттың атын білдіретін кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап беретін сөз табын зат есім деп айтамыз. Ал бүгін сендермен зат есімнің тәуелденуін есімізге түсіреміз. Заттың біреуге меншікті екенін білдіретін қосымшаларды тәуелдік жалғау дейміз. Тәуелдік жалғау үш жақты айтылады екен. Мысалы, қараңдар, кітап, гүл сөздерін жекеше және көпше түрде тәуелдеп көрейікші. Бірінші жақта менің кітабым, менің гүлім. Екінші жақ сенің кітабың, сенің гүлің. Сыпайы түрі сіздің кітабыңыз, сіздің гүліңіз. Үшінші жақта оның кітабы, оның гүлі. Сонда зат есімнің тәуелдік жалғаулары ін бірінші жақта, екінші жақта ың, сыпайы түрі ыңыз, іңіз, және үшінші жақта болады екен. Ал енді көпше түрде тәуелдеп көрейік. Біздің кітабымыз, біздің гүліміз, сендердің кітаптарың, кітап сөзі көпше түрде кітаптар болады. Сендердің кітаптарың, сендердің гүлдерің. Сіздердің кітаптарыңыз, сіздердің гүлдеріңіз. Үшінші жақ, олардың кітаптары, олардың гүлдері болады екен. Ал енді барлығымыз бірінші акула деген мәтінге қараймыз. Бұл 12-ші беттегі 17-ші жаттығу акула. Акула ешқашан тоймайды. Аузына не түссе, соны жұта береді. Оның асқазаны өте мықты. Жұтқанның бәрін қорытып үлгермесе де, өзіне ешқандай зиян келмейді. Бір акуланың асқазанынан неше түрлі заттар табылған. Мысалы, акуланың ішінен пошта жәшігі, бірнеше консерва банкісі, алтын теңге мен қымбат әшекейлер, көзілдірік, қолсағат, кәстрөл, шеге, аттың тағасы шыққан. Бұл жаттығудан естиміз. Мәтінді оқып, тәуелдік жалғаулы зат есімдерді тап дейді. Ал мәтіннен тәуелдік жалғаулы зат есімдерді тауып көрейікші. Асқазаны. Асқазаны. Кімнің асқазаны? Оның асқазаны. Тәуелдік жалғауының үшінші жағында тұр екен. Жәшігі, банкісі деген сөздер оның жәшігі, оның банкісі болғандықтан не болады екен? Тәуелдік жалғауының үшінші жағы болады екен. Келесі, мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді үш жақта тәуелдеп жаз дейді. Ал дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Заттар және көзілдірік деген екі сөзді қане өзіміз тәуелдеп жазайық. Заттар. Бұл қандай зат есім? Көптік жалғаулы зат есім. Түбірі зат, тар дегеніміз көптік жалғау екен. Заттар. Сонда біздің заттарымыз бірінші жақ, сендердің заттарың, сіздердің заттарыңыз, олардың заттары болады. Көзілдірік. Көзілдірік сөзі жекеше түрде тұр. Менің көзілдірігім, сенің көзілдірігің, сіздің көзілдірігіңіз және оның көзілдірігі болады. Қане әдемілеп жазып алайық. Келесі 18-ші жаттығу.
Әріптер қатарында жасырынған сөйлемді оқып көр. Тапқан сөйлеміңді жазып, тәуелдік жалғаулы сөздің астын сыз дейді. 12-ші беттегі 18-ші жаттығу. Қане? Әріптер қатарында қандай жасырын сөз тұр екен? Сөйлем шығыпты. Тексерейік. Табиғат, тіршілік, көзі деген сөйлем шығыпты. Ал енді осының ішіндегі тәуелдік жалғауы жалғанған қандай сөз екен? Көзі. Кімнің көзі? Оның көзі. Түбірі көз. Дегеніміз тәуелдік жалғауының 3-ші жағы болады екен. Келесі 19-ші жаттығу. Мақалдың қатесін түзеп көшіріп жаз дейді. Өсер елдің баласы жанжалшыл келеді. Өшер елдің баласы арманшыл келеді дейді. Қараңдаршы балалар. Өсер елдің баласы жанжалшыл келеді. Өшер елдің баласы арманшыл келеді. Қатесін тауып жазамыз. Ал тексерейік. Өсер елдің баласы арманшыл келеді екен, я? Өшер елдің баласы жанжалшыл келеді. Жақсы. Сендер де осылай түзетіңдер ме? Ал енді балалар, ойын ойнайық. Тез ойлан дейді. 1 минутта атауын бірінші жақта жекеше және көпше түрде тәуелдеп жазуымыз керек. Суретте қозы, балық және күшік деген сөздерді жазамыз, атауына. Жекеше түрде қозы не болады? Бірінші жақ менің қозым. Көпше түрде біздің қозымыз. Балық сөзі. Бірінші жақта менің балығым. Көпше түрінде балығымыз. Күшік. Менің күшігім. Біздің күшігіміз. Жақсы. Тексеріп көрейік. Енді балалар, шығармашылық үзіліс. 20-ші жаттығуға қараңдаршы. Ребусты дұрыс шешсең, төмендегі жұмбақтың жауабын табасын дейді. Күндегі тамағы балықтың шабағы. Теңізге барғандар жағадан табады. Ол не екен балалар? Мына ребусты шешіп көрейікші. Шағала деген сөз шықты. Жұмбақтың шешуі шағала болады екен. Тамаша. Онда келесі үй жұмысы. Келесі 21-ші жаттығуды үйден орындаймыз. Жақшадағы сөздерге тәуелдік жалғауларын жалғап жазамыз. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.